Қайырлы күн, құрметті әріптес. Бүгін біз рефлексия және оның түрлері туралы ой қозғайтын боламыз. Рефлексия дегеніміз баланың өзін-өзі тану, түсіну ғана емес, оның басқа оқушылардан тұлғалық ерекшелігін, эмоциялық реакцияларын және танымдық ерекшеліктерін анықтау үшін жүргізілетін жұмыс. Рефлексия сабақтың соңында сіздің сабағыңызға оқушының беретін кері байланысы. Сабақты ұнаттым, ұнатпадым, үлгердім, үлгермедім, не ұнады, не ұнамады, соны бала анықтап айта алу керек. Рефлексияның 3 түрі болады: оқу материалының мазмұнына сәйкес, іс-әрекет және көңіл-күй, эмоция рефлексиясы. Рефлексияның жіктелуіне тоқталатын болсақ, рухани түрде физикалық қызмет барысындағы рефлексия, көңіл-күй мен эмоциялық рефлексиясы және интеллектуалды рефлексия болып, бірнеше түрге жіктей аласыз. Мысалы, физикалық түрде тапсырманы орындап үлгердім, үлгермедім, сабақты түсіндім, түсінбедім деген сияқты көптеген түрі бар. Рефлексияның бірінші түрі мынау: құмырадағы гүлдің артына балалар өзінің ойын жазады. Мысалы, сабақ ұнады, сабақ ұнап жатыр, мына әдіс ұнады, мына жерде ұнады, болмаса мына кезде мен үлгере алмадым, мына тақырып ашылмай қалды, мен түсінбедім. Соның бәрін жаз, бала вазаға салған кезде вазаңызда әдемі гүлдің формасы шығып тұрады. Келесі рефлексия бұл дартыс ойыны арқылы жүргізіледі. Дартыс ойынның негізгі мақсаты мұнда нысанаға дәл тигізу болып саналады. Сіздің де рефлексияңыздың негізгі мақсаты білеміз, үйренеміз деген сұрақ білдім, үйрендім деген жауапқа айналуы тиіс. Нысананың ортасына дәл тигізуге алатындай болу керек сабақтың соңында. Ал одан кейінгі бәр түсінікті, сұрағым бар, қиналдым. Осы 3 бағыт бойынша бала сізге сабағыңызға кері рефлексия бере алады. Көрсетіп тұрған сандарды белгілеу арқылы. Одан кейінгі көңіл-күй рефлексиясы: сабақты түсіндім, түсінбедім, қайғырып тұрған смайликті бала белгілесе, сіз оны не үшін белгіледі, қандай оймен белгіледі, не түсінбеді, соны ашып баламен сөйлесе алуыңыз керек. Мен тұжырымдамасы рефлексиясы: мұнда көңіл күйім керемет, достарым көмектесті, тақырыпты меңгердім, осының біреуін бала таңдап алуы мүмкін, таңдамауы да мүмкін. Бағалау парағы арқылы сіздің сабағыңызда оқушы бағалап жатыр. Мысалы, жаңа тақырып түсіндім, мүмкін 1 жұлдызды бояйды, әлде барлық 3 жұлдызды бояйды. Сабаққа белсене қатыстым, қатыса алдым, жоқ қатыса алмадым, мүмкін. Ол оқушының өзін-өзі бағалауы. Одан кейінгісі білім почтасы рефлексиясы. Бала сізге хат ретінде жазатын болады рефлексияны. Мысалы, менің ойымша бүгін сабақ қызықты болды, болмаса менің ойымша бүгін сабақ онша қызықты болмады, себебі мен тақырыпты түсінбей қалдым, мына жер ұнамай қалды. Одан кейінгі бұл телефон арқылы берілетін рефлексия, алақанның формасын жазу арқылы берілетін рефлексия. Назарларыңызда 1-ден 12-ге дейін жаза алады бала. Оны жауып сізге ұсынса болады. Мысалы, сабақтың соңында міндетті түрде оқисыз, өзіңізде кеткен қатемен жұмыс жасауыңыз керек. Одан кейін электр жарығының қуатының лампасы, ол арқылы да берсеңіз болады. Мына былтыр шыққан принтер рефлексиясы. Мұнда 3 түрлі түс берілген карточкаларды қағазға шығарып балаларға таратылады. Содан кейін балалар жазуын бастайды. Мысалы, жасыл түсте жақсы смайлик салу мүмкін, сары түсте сәл түсінбей қалдым, қызыл түс бұл қауіпті түс болып саналады. Мысалы, сабақты түсінбедім, сабақ маған түсініксіз болып тұр. Сіз әрбір баланың жауабына қанағаттанып, көңіліңізден шықса жақсы. Ал егер қызыл түс берілетін болса, қызыл түсте қатерлікпен сіз жұмыс істеу керексіз. Яғни сіздің сабақтың өн бойында өткізген жұмысыңыз оқушыға түсініксіз болып тұр деген сөз. Әрбір баланың жауабына қарай мүмкін қосымша тапсырма бересіз, әлде қосымша сабақ өткізесіз. Енді өз фантазияңызға қарай тағы да сіз жұмысыңызды көбейтуіңіз керек. Рефлексияның өте бір жақсы жағы сол: түсінбей қалған жағын, әлде өте жақсы түсінген, қосымша тақырыпты алып, мәлімет алып кете алатын. Соның бәрі
осы рефлексияда көрінеді. Мынау келесі телефонмен берілетін рефлексия. Істеріңізге сәттілік тілеймін, жас әріптестер.